шарықтан ұтқан ұстаз деген жарықтан бойға білімді. Адамзат өркениетінде орны ерекше, ең қадірлі мамандықтардың бірі ұстаздық. Ұстаз тек білім беруші ғана емес, ол рухани тәрбиеші, адам жанының инженері. Шәкірттің ойы мен қиялына қанат бітіріп, болашаққа жол сілтейтін шамшырақ іспетті. Ұстаздың әрбір сөзі мен ісі баланың жүрегіне із қалдырады. Ұлы ойшыл Әл-Фараби тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы деген. Демек, ұстаз тек білім үйретіп қана қоймай, тәрбиенің, адамгершіліктің негізін қалайды. Ыбырай Алтынсариннің «Маған жақсы мұғалім бәрінен қымбат, өйткені мұғалім мектептің жүрегі» деген сөзі де ұстаздың қоғамдағы орнын айқын көрсетеді. Ұстаздық ұрпаққа жол ашу, олардың арман мақсатына жетуіне бағыт беру. Бұл мамандықты таңдаған жанға жүрек жылуы, мейірім, сабыр және шыдамдылық қажет. Демек, ұстаз тек білім үйретіп қана қоймай, барлық баланың жүрегіне жол табушы мамандық деп түсінемін. Сондықтан біз ұстаздарға әрқашан құрмет көрсетуге, еңбегін бағалауға тиіспіз. Өйткені елдің болашағы ұстаздың қолында. Қорытындылай келе айтарым, ұстаздық кез келген адамға бұйырмайтын, жүрек қалауымен таңдалатын ұлы мамандық. Еңбегің сенің, ұстазым менің, жеткізген асқақ арманға. Мейіріммен берген білімін, сыйлаған жан жүрек жылуын, сезім тұнығын.